Қазақ тарихы мен әлем географиясын оқушыларға жоғарғы деңгейде үйрету мақсатында ұстаздар арасында семинар өткізілді. Түркістан облысының барлық аудандарын қамтыған семинарда тарих, география және дінтану пәндерінің мұғалімдері болды. Шара барысында ұстаздардың біліктілігін арттыру көзделіп, қатысушылар тәжірибе алмасуға мүмкіндік алды. Сондай-ақ тарих пәнін оқытудың қазіргі ерекшеліктері де осы бас қосуда айтылды. Білім ордасының алтын бесігі Қайнар бұлағы мектеп. Мектептің тынысы ол әрине мұғалім, ал ұстаздардың қазынасы білімге құштар шәкірттер емес пе? Міне сондықтан да көреген педагог қазіргі технологиялардың көмегімен шәкірттерге заман талабына сай білім беруі керек. Осы мақсатта Сайрам аудандық номері 81-ші Ұлықбек атындағы жалпы орта мектебінде семинар сабақтары өткізілді. Бұл мектептің таңдалу себебі де бар. Облыс көлемінде өткізілетін кез келген жарыстарда дәл осы білім ордасы алдыңғы орындарда көрініп, үлгі боларлық деңгейге жеткен. Семинар барысында облыстың өзге өңірлерінен келген 50-ге жуық мұғалімдер тарих және география сабақтарына еніп, салыстыру жұмыстарын жасады. Семинар сабақтарын бағалауға облыстық білім басқармасынан да сарапшылар келген. Бүгінгі іс-шаралар педагогтердің кәсіби біліктілігін дамуына әсер етеді. Бұл тақырыптың өзектілігі неде? Өздеріңізге белгілі қазір түрлі діни ағымдар бар. Оқушыларымыз сол діни ағымдарға кіріп кетіп отыр. Ал сондай жағдайды болдырмаудың алдын алу. Алдағы уақытта бізде өзіміздің жоспарымызға сәйкес бізде Түлкібас ауданында шарамыз бар. Созақ ауданында мұғалімдердің тәжірибесін тарату бойынша, оқушыларды олимпиадаға дайындау бойынша, ғылыми жобаға дайындау бойынша Созақ ауданында бізде керемет мұғалімдеріміз бар. 26 сәуірде облыстық тәжірибелік семинар бар. Бірнеше мұғалімдердің тәжірибесін таратпақ ойдамыз. Жалпы білім беру бағдарламасы тарих пәнінен қазіргі таңда ұлттық идеяларды, құндылықтарды насихаттау мақсатында болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясындағы бағдарламалық тапсырмаларды әрдайым сабақтарда қолдануда. Жалпыға білім беру стандартына сәйкес сол біліктілігін арттыру курстарынан оқыту технологияларының өзгерістерін біліп келеді. Мысалға сабақта критерияларды бағалау және дегі әдіс тәсілдер түрлі. Жалпы тарих пәні өзіндік бір ерекшелікке ие ғой. Сол ерекшеліктеріне байланысты түрлі әдістемелік жаңағы біліктілікті арттыратын курстарын өтіп пайдалануда технологиялар. Жаңартылған білім мазмұнына негізделген барлық білім беру жаңағы саласындағы бірдей стандартқа сәйкес. Қазіргі кезде толғандыратын өзекті мәселелердің ең негізгісі еліміздің болашағы. Еліміздің өркен жайып, кеңге құлаш сермеуі үшін басты мәселе жас ұрпақтың білімді де тәрбиелі болып жетілу екені белгілі. Сондықтан да оқушылардың өткен тарихымыз жайлы дұрыс ақпараттар алу үшін ұстаздарды жан-жақты оқыту өте маңызды. Семинар сабақтарын өткізу кезінде ұстаздарға балаға қалай сабақ түсіндіру керектігі және қалай баланың ынтасын ашу керектігі толығымен түсіндірілді. Бұл семинар өткізудің мақсат мектебімізге мұғалімдерге жұмыстарын оқушыларымызға беріп жатқан білімдерімізді облыс деңгейде бөлісіп, сол мектебінге істеп жатқан жұмыстарымыз жаңартылған білім мазмұны бойынша істеп жатқан жұмысты көрсету, тақырыбы тарих, география және дінтану негіздері, қазіргі таңда мемлекетімізде болып жатқан елбасымызға Ұлы даланың 7 қыры мақаласы аясында сол оқушылар патриоттық білім беру мақсатында өткізіп жатыр. Келешекте сол мектепіне насип етсе лицейге болмаса гимназияландыру мақсатымыз бар. Мектеп ұжымы бір айдан бері белсенді дайындық көрсетіп дайындалып жатыр. Облыстық семинарға қатысушы ұстаздар бүгінгі сабақтың шынында да жоғарғы деңгейде өтіп жатқанын айтады. Сабақ өтудің басқа тәсілдерін үйреніп, қосымша ақпараттар жинай алдық дейді. Және де мұндай үлкен басқосу қоғамдағы өзекті мәселелерді өзара шешуге де мүмкіндік бермек. Бүгінгі семинардың енді өзімізге алар нәрсеміз барлық ата дәстүріміз, тарихымыз, тарих мәселесі бойынша жаңағы елбасымыз, тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдаған жолдауындағы прагматизм, бәсекеге қабілетті деген рухани жаңғыру бөлімдегі барлық мәселелерді қамтып жатыр. Облыстық семинар өз деңгейінде өтіп жатыр. Аудандық білім бөлімі және де мектеп тарапынан жасалып жатқан
барлық іс-шаралар өз дәрежесінде өтіп жатыр. Мысалы айтатын болсақ, діндану негіздері деген пікірсайыс сабағы өз деңгейінде, яғни оқушы өзінің функционалды сауаттылықтарын алдыға функционалды сауатты екендігін көрсетіп, өз бойындағы дағдыларын жинаған. Қорытындылай келе, қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты бәсекеге қабілетті маман дайындау. Тұңғыш елбасы әрке жыл сайынғы жолдауында ұлттық білім беруде барлық буынның сапасын жақсартуда бізді ауқымды жұмыс күтіп тұр деп тапсырма берген болатын. Тәуелсіз ел тірегі білімді ұрпақ десек, жаңа дәуірдің күн тәртібінде тұрған мәселе білім беру, ғылымды дамыту болмақ. Аруна Пернебек, Қайыржан Бекбергенов, Айға қоғамдық телеарнасы.